дәстүрлі түрде өткіземіз деген әкімдердің бір дәстүрлі сөзі бар. Бірақ ол келесі жылға жарамайды. Сіз үшін айтысқа дайын келу деген түсінік қандай? Бір күнге келуге қолы тимей ма? Келмесе сен оның бір адала қолын босатып. Бірақ деді, жардың басына апарып тақап қой. Сотталып кетпесін, бірақ босатып жібер. Сіздің әкеңіздің әділдігіне бүкіл ел куә болған бір оқиға болды аға. Мына жүген кімдікі болса, бәйге соныкі деп айтты. Көкпардан қанша машина міндіңіз? Өзің емес, ана балаң егіліп жылаған кезде, ол кәдімгідей жүрегіңе тиеді. Осы уақытқа дейін көкпарға автобус тігілген емес. 2 бөлмелі пәтердің кілтін алған ақынсыз. Астанаға сені бір әкім болып шақырып жатқан жоқ қой? Осы бір мәселелердің қайсысымен күрестіңіз? Бірақ енді соның есебінен жауда таптық. Таңғалам осы кезде эфирға қалай өтіп кеткеніне бұл шумақтың. Дәл айтағын ағамыз соны маған айтатын, оны білгенім жоқ. Сіз Бекзат Саттархановпен өмірден өтер шағында бірге жүрдіңіз. Амандық болса деді, 3 рет олимпиада чемпионы болып, толық мүмкіндік бар деді. Сонымен Жүрсін ағам маған хабарласып сұраған өрі, наурыз айтыс ауылыңа баратырмын, наурыз айтысқа қатысасың ғой деп. Іріктеуден өтсем қатысам дедім. Сені қандай іріктеу, кім іріктеп жатыр? Осындай іріктеп жатыр. Оразалы мен Бекарыс деп екеуміз айтып берді. Сахнадан осылай жабырқап жылап кетуіңіздің себебі неде аға? Құдайға шүкір, әйтеуір ол кезде телефон жоқ. Телефон болғанда қазір Жамбылдың айтысы десе, сіздің баспайға алған сәтіңіз еске түседі аға. Үйдегі жеңешеміз бақытты адам деп білеміз. Жамалым әні арқылы есімін бүкіл елге таныттыңыз. Бүкіл қазақ сүйіп шырқайтын әнге айналды. Қарақат көзді қарағым, аймалап ескен самалым, шарлатқан шаттық аралым, маралымсың. Еркесі еркін даланың, байлаулы саған жанарым, көңілдің бұзған қамалын, жамалымсың. Еркесі еркін даланың, байлаулы саған жанарым, көңілдің бұзған қамалын, жамалымсың. Еңсерген ойдан арылып, нұрыңды әркез сағынып, заңына қалдым бағынып, махаббаттың. Асылдан алқа тағынып, сәулесі күнге шағылып, қасымнан жүрші табылып, шапағаттың. Асылдан алқа тағынып, сәулесі күнге шағылып, қасымнан жүрші табылып, шапағаттың. Сіз сол Жамбылдың айтысына баратын кезде жеңгемізбен ақылдасып, я айтысқа барайын ба, я Түркияға барайын ба деп кеңескен екенсіз. Қазіргі айтыста да дәл солай жеңгемізбен ақылдасып тұрасыз ба? Жеңгеңіз болғанда ол кезде жеңгеңіз емес, қыз бен жігіт болып сөйлесіп жүрген кезіміз ғой енді. Бір жағынан сынап көрейін деп, жалпы осы неге қалай қарайды екен мен өнеріме деген сияқты сұрағам ғой. Ол енді оған кәдімгідей толған, ойланған ғой. Шында біз сол жылы практикаға бізді Түркияға жіберіп жатқан. Түркияға бару ол кезде бір қызық. Елдің бәрі кетіп бара жатқасын одан да қалғым келмейді, бірақ жаңағы халықаралық айтыстың финалына шығып тұрмын ар жағында. Оғанда осыны қалай қылсам болады екен, Түркияға кетіп қалайын ба деп қоямын, сөйтсем. Түркияға бара бересің ғой. Мына айтысқа қатысқаның дұрыс емес па? Финалға шығып жатсың деп. Жоқ, енді ол айтысқа баруды, бармауды ол өзің шешесің, өзіңнің жағдайыңа қарап, мүмкіндігіңе қарап, жаңағыдай шаруаңның ыңғайына қарап. Жеңгеміз ой қоса ма айтысқа? Айтысқа ма? Кейбір ақындарда болады екен, келіншегі бір мына идеяны айтсаңшы, мынандай әдемі мақал мәтел бар екен деген секілді. Енді бір деңе сұрасаң, енді өзің пікірін айтады ғой, бірақ енді осы айтысты сонымен ақылдасып едім. Мынандай болды дейтіндей бір есімде жоқ. Сіздің Айтақын Бұлғақовпен айтысыңыз бар аға. Ақорданың айтысы. Сонда сізге Айтақын ағамыздың шумағы бар. Мектептегі атыс шабыс тоқталды ма, біріңді бірің атып жүредіңдер. Шырайлы шымғаламыз Шымкентті шойбекіп немене қып жібердіңдер дейді. Сонда сіздің жауабыңыз бар. Ауылыңда атыс шабыс бар екен деп Айтеке жарамызды қасым алып,
сендер де аман есен жүрсіңдер ғой, білдей бір Заманбектің басын алып. Бұл бір қарсылас айтып қалады-ау деп алдын ала дайындалған ой ма еді, әлде сол сахнада туған шумақ па? Енді анау мектептегі атыс жабыс деген нәрсе сол кезде болып Шымкентте кәдімгі улап шулап жатқан нәрсе тұғын. Бірақ енді мен дәл сол кезде айтақынмен айтысып қалатынымды, оның дәл айтақын ағамыз соны маған айтатын, оны білгенім жоқ. Анау да үлкен оқиға ғой, енді Заманбек ағамыздың оқиғасы да. Бұл кісі де как раз сол енді Алматыдан сол кісінің елінен, жерінен келіп отыр. Оның қасында бұндай деген сияқты бір уәж айту керек қой енді. Сіздің Меліс Қосынбаев пен Оразалы Досбосыновпен айтыстарыңыз аға, есіміңізді елге кеңінен танытқан айтыс болды. Меліс Қосынбаевпен қызғанған қызыңды ертіп келер болсаң дейтін сол кездегі сөз сайысыңыз. Мелістің есімі елге танымал болса да, сіз жас болып, жалындап, екпіндеп елдің махаббатына ие болдыңыз. Сөздің шынын айтамын Меліс аға, өмірде ілгенің мен білгенің көп. Әйтпесе мақтап мына сенің қызыңды алайын деп жүргенім жоқ айғай аға. Әй, алдыңа арқыраған Меліс келді. Шабысын бекарыстың тегіс көрді. Бұлғалап үміт күтіп отырғасын. Дүние айтыспенен тегістелді. Көрсетейік, мысалы тебіскенмен келіскенді, үйде жатқан кінәсіз сәби ғой қол, алам демеп жердің бе періштемді. Қырандай қияларды шолыпсың ғой, біздерге қорғансың ғой, қорқсың ғой. Көркем сөздің көсемі деген сайын ештеңеде ұғынбай толыпсың ғой. Мен сенің қызыңды ешбір сұрағам жоқ, өзің бір мақал бұзғыш болыпсың ғой айғай аға. Көкейден ағыл тегіл жыратқасын, Олғалық көңілінде тұрақтасын. Айтысып отыр едім қызық үшін, мынау ел екеумізді сынатқасын. Сұрамаған қызыңды қызғандың ау, Құдай сенен біздің де сұратпасын айғай аға. Кеше анау Грузияның бас бапкері айтып жатыр ғой, Португалия, Франция, Англия секілді құрамаларға халық сенім артады, сосын қысым да көп болады. Ал бізге ондай қысым жоқ, сондықтан еркін ойнаймыз деп. Сол да сіздің бір еркіндікте әсер еткен секілді аға. Әр айтыстарыңыз керемет, тамаша болып шықты болса. Оразбен айтысыңыз. Сізді Бекжан деп шатасатын. Айттарыңыз бүгінгі қабыл болып, ақ ниеттің ағытылсын түймелері. Бекжан аман есен кеп қалдың ба? Жамбылдағы айтыстың жүлдегері. Табаның тесілгендей көрінеді, Жамбылдың бас бәйгесін сүйрегелі. Құдай сүйер құлдыңда біреу едің, тербетіп бесігіндел сүйген еді. Қазір мен аруақ деп айғайласам, батырлар дулығалы түргеледі. Армысың ақсамайлы апаларым, қадірі қаңғызындай күймедегі ай. Оразжан додалайтыс талай болар. Ақынға үмітпенен қарайды олар. Сөзіңді айтып жатсың, тышқанды қорқытуға жарайды олар. Бек арысты келдің де Бекжан дедің,
ақын адам сөзіне абай болар. Мысалы сенің атың Ораз екен, Оразды Қораз десем қалай болар айғай аға. Ол айтыс десең алдыңда жайыламын, бекарысау мен дағы жаюғамын. Қораз десең не айып, айта берген тауық қып бүгін сені қайырамын. Сөздерің әдегеннен әрең береді. Бас жағы айтқан кезде түгел боп еді. Ораз ақын алдымда айбаттанып, өзінше бекарысты жүген деп еді. Ақын қылып аттандырған оңтүстігін тауық боп қайтарсын деп жіберген жоқ айғай аға. Яғни ол бір Бекжан Әшірбаевпен айтсам деп ойлады ма сол кезде? Ол иә солай ойлады. Себебі былай болды. Айтысқа енді Оразалы сол Алматыда ғой, Бекжан да Алматыда. Бұл жаңағы 6 айға созылатын айтыс қой. Соның біз бір екінші тобында айтыстық. Вокзалдан түскен бойда Республика сарайына барды, сол жерде жинаймыз дегесін. Сол жерге барып жинады, Жүрсін ағамыз жинады да, өз 8 ақынбыз ғой. Сағат 3-те айтыс болады. Сол жерде міне сендерді былай жұптады қазылар. Мынамен мынау айтысады деп. Сол кезде Оразалы мен Бекжанды жұптады. Мені Алматыда Мақсат деген жігітпен жұптады. Тоқтар Серіковпен айтса, Иә, солай болды ма? Бар, енді әбеттерін ішіп, 2-де келіңдер, 3-те айтыс бастаймыз деді. Сонымен бет-бетімізбен кеттік, жайғасып, шай-пәйіміз ішіп, қайтып келдік, сахнада отырмыз. Тіпті сол кезде де айтқан жоқ бізге оны. Жұптың ауысқанын былай болған. Хабарлап айтып жіберген кезде Оразалы мен Бекарыс деп екеумізді айтып жіберді. Ол да білген жоқ, мен де білген жоқпын. Мен де Мақсатпен айтсам деп шықтым сахнаға. Біраз шығып бара жатып қарайладық Жүрсін аға, қателескен шығар деп. Жүрсін аға микрофонды қойды да отыра берді. Сосын айтыс бастап кеттік қой. Сол енді ол да кішкене сол аралықта ішкі дайындық жасады деп ойлаймын жаңа. Енді Бекжанмен айтсам деп. Сөйтіп сол жаңа былайша айтқан кезде автоматты түрде шығып кеткен сөз ғой енді. Телевизиялық айтыстың алтын дәуірі деп айтайықшы. Әр ақынның өзінің жеке стилі, өз көрермендері болды. Өз айтыста әрқайсысының қолтаңбасы бар қазір. Осы кезеңдерде команда болып айтысқа дайындалу, қарсыласты зерттеу, тактика құру деген дүние кеңінен етек жайды, және ол өз жемісін де берді әр айтыста. Сіздің қасыңызда кім болды сол кездері? Ол кезде ұстазымыз бар, Қанекең. Айтысқа келе жатқан кезде осы Меліспен кездесіп қалсақ не қыламыз аға деп сұраймыз ғой енді. Қаныбек ағамыз мен Мелісті көрсем дейді, Төлеген Айбергеновті көргендей боламын дейді. Формасы да, анау кәдімгі дауылдатып айтысатыны да, өлең құрауы да керемет дейді. Мынау Төлеген Айбергенов қой деп тамсанып таңғалып отыратын. Қатты жақсы көретін Меліс ағамызды. Солай қатты жақсы көріп кетті. Оған не айтасың, ондай ақын жоқ, оны тоқтататын ақын жоқ деп. Сөйтіп өзіміздің үрейіміз ұшыратын ары қарай. Ұстаз дегенде есімізге бірден Қаныбек Сарыбаев оралады. Біз ол кісіні көрген жоқпыз, бірақ әңгімелерін әр жерден естиміз. Мінезді адам болған деседі. Мінезімен көп жерде шет қақпайлық көргенде деседі. Ұстаз дегенде есіңізге түсетін оқиға ерекше есте қалған дүние. Енді осы Қаныбек ағамды мені шын жаңағы, сен енді ақындарды ана футболистке, мына футболистке теңеп отырсың ғой. Мен бұл кісіні ұстаз ретінде, жаттықтырушы ретінде бұл кісіні Жозе Моуриньоға теңеймін. Мінезі сондай, шарт, кәдімгідей. Оқыс пікірлер айтады. Сосын Жозе Моуриньо өзі қатырып футбол ойнамаған адам. Біздің Қаныбек ағамызда бір арналы айтыс ақыны деп көп адам танымайды. Айтысты, бірақ Өтірік өлең айтыста керемет өнер көрсеткен. Жақсы айтыс, бірақ манаптардың, көпбайлардың деңгейіндегі айтыс ақыны болған жоқ. Оның үстіне инструментте де жақсы ойнай алмады. Кеш келудің несі кесір ғой деп ойлаймын бұның барлығы енді. Сол кезде жаңағы командалық айтысқа адам керек болып, сол елдегі бар ақынды жазбасы бар, басқасы бар бәрі жинаған ғой. Сол кезде енді бұл кісінің былай суырып салмалығында сөз жоқ, бірақ жаңағы
инструментте жақсы ойнағанда сол кісілер қатары бір айтыс ақыны болар еді, тіпті озар еді деп ойлаймын бұл кісінің. Соның өзінде мүмкіндігіне сырнаймен қарап. домбырамен айтысты. Иә. Бірақ жаңағы сырнаймен де бір мақамды, домбырамен де соған ұқсайтын бір мақам салып алған өзіне жай. Ау кереку өз ауылым туып өскен, ертістің ернеулетіп суын кешкен. Ай осы жұрт талай тойда мені тыңдап, Исаның құддözі деп гүлдескен. Көзіңді қыздырайын байлығыма, сәмелет сатып алдым айлығыма. Қойымды ала жаздай бағып қайттым Марстың білінбеген жайылымына. Сайрайсың сандуғаштай сөзі барын, отырсың баяғының созып әнін. Марста аман есен жайылып жүр, былтырғы қырып салған қозыларың. Бірақ ұстаздық қабілеті бұл кісінің керемет. Адамды бұл магниттей тартады бұл кісі. Әңгімелесіп отырып ақ, шайдың басында отырып ақ, сенімен сапарласып бара жатып ақ, жолдас болып бара жатып ақ, кәдімгідей кабинетте отырып ақ, үйінде отырып ақ, көшеде жүріп ақ, магниттей тартатыны сондай. Біз Жәкен екеуміз тіпті ажырай алмай қалдық қой. Кәдімгі 2 күннің бірінде сол кісінің үйінде болатынбыз, азында шығатынбыз да солай қарай жүре беретінбіз. Былайша айтқан кезде күнімен сол кісінің үйінде жүрміз, керек болса сол кісінің үйінің тірлігінде бірге істеп деген сияқты. Бірақ қызық сөйтіп жүріп, көп өнеге аласың, көп әңгіме естисің. Ол кісі өзі мынау жазба поэзияның өкілі болғандықтан осы өлеңді мықты талдайды, керемет талдайды. Тіпті Тәушен апаларымыз да кезінде елдің ішінен тауып алып келген осы Қаныбек ағамыз, Тәушен апамыздың өзі Қаныбек ағамыз ұстазым деп өтті. Әселхан апамыз екеуінің сол кездегі біздің оңтүстіктің ғана емес, Қазақстаннан шыққан үлкен шоғырға әсері зор болды деп ойлаймын. Әселхан апамыз бен Қаныбек ағамыз Отырар ауданындағы ақындардың Ақындар мектебін ашты, алғаш рет ақындар мектебін ашты. Бір қызығы қазіргі анау бір бейімді балабақша деген секілді ұлдарды бөлек, қыздарды бөлек дайындаған. Иә, ол өзі солай екен. Табиғаттың заңыменен кәдімгі ұлдардың барлығы Қанекеңнің қасына, қыздардың барлығы Әселхан апайымыздың қасына топтасып шыға келді. Ол біздің бағымыз сол кісі екеуінің де болғаны деп ойлаймын. Біз қыз бен жігіт айтысына кәдімгідей сөйерден шыңдалып өстік. Әселхан апайдың қасындағы қыздармен айтысамыз деп, олар бізбен айтысамыз деп, олар шыңдалып өсті. Одан біз тек ұттық деп ойлаймын. Қаныбек Сарыбаевтың айтыстарында да қарасақ бір ерекшелігі, үлкен ойды бір 4 қатарға сыйдыра қоюы, керемет жеткізе білуі. Өзінің поэзиясында да солай көрініс табады. Сіздің де айтысыңызда бір стиліңізде осындай дүниелер көп аға. 6 қатар оймен 40 қатар қып шұбыртатын дүниені мысалы басқа ақындар жеткізе салу деген секілді. Бекзат Саттарханов өмірден өткен кезде барлығы ағып түскен жұлдыз еді деп бірінен кейін бірі естелік айтып жатты дейді. Сонда Қаныбек Сарыбаев шығып ортаға өлең оқыды дейді. Ағып түскен жолақсың есте қалды, солақшын Түркістанның тойына келіп кеткен қонақсың деп айтты дейді. Көңіл толқитын сөз шынымен соңғы 2 қатараға. Сіз Бекзат Саттархановпен өмірден өтер шағында бірге жүрдіңіз. Бір күнде Отырар ауданының құрметті азаматы атандыңыздар. Қатар отырған суреттеріңіз де бар тамаша сол кезде. Өмірден Бекзат өтер кезде бір есте қалған оқиғасы, жақын араласқан күндеріңіз. Біз Бекзаттың енді басқалар сияқты бәрімізде ол олимпиада чемпионы болғаннан кейін таныдық. Өзім де солай, мүмкін басқалар сәл ертерек танығандар бар шығар мүмкін. Жаңағы Қанекеңнің өлеңі шында сол сәтте бір бәріміздің жүрегімізді қозғаған өлең болды. Жаңа ең соңында айтатыны бар: көтер алмай қайғымда қанатымыз қайырылды, Қазақстан болашақ басшысынан айырылды деп келетін. Енді үмітім зор еді деп отыр ғой енді. Жаңа Олимптің шыңынан емес ол. Елдің төрінен көретін азамат ең деп. Бұл сөзді бекер айтып отқан жоқ. Қанекең де о 1-2 рет Бекзатпен сол сұхбаттас болды сол 1-2 айдың ішінде. Біз өзімізде 1-2 рет сұхбаттас болдық. Осы Отырар ауданына шақырды бізді екеумізді. Оны олимпиада чемпионы ретінде, мені Түркістанның жарымдығына арналған айтыстың жеңімпазы ретінде
әрі сол елдің, екеуміз де сол елдің тумасымыз, шақырып ауданның құрметті азамат деген атақ беріп, жиын жасап, екеумізге той жасап, ат шаптырып, көкпар берді біздің ауыл. Содан бір күн бұрын жаңағы ертең қай кезде келеміз, қалай барамыз, соны ақылдасайық аға деп келді. Біз ол кезде жатақханада тұрамыз, екеуміз шай ішіп, біздің үйде отырып, тамақ ішіп, біраз сөйлестік. Сосын ол жерде жаңағы мен журналист болып сұхбат алып отырмын, ана қызықтарының барлығын сұрап. Сосын сұрадым Бекзаттан. Бекзат, енді құда қаласа енді 3 рет олимпиада чемпионы боламын деп отырсың. Олайым ниетіңе жет, бірақ енді оңай емес қоя дедім. Енді күшіңді бағамдап айтып отырсың ба деген нәрсе ғой. Ол бірден айтты: аға, мен деді осы олимпиадада чемпион болдым деп келіп отқан жоқпын. Осы олимпиада деді, осы ойындарда деді, өзімнің көп кемшілігімді көрдім деді. Өзімнің көп кемшілігімді көрдім деді. Жаңа американдықпен ойнаған кезде де, жаңа түрік боксшымен ойнаған кезде де көп кемшіліктерімді көрдім. Сол кемшіліктерімді толықтырсам деді, сол жағына шыңдалсам, амандық болса деді, 3 рет олимпиада чемпионы болуға толық мүмкіндік бар деді. Мен әлі де жетілем, әлі де шыңдаймын. Жаңағыларды толықтырсам, соның бәрін жаса. Тренерімменен ақылдасым, тіпті оның ар жағында да бізде дамитын, өсетін жер өте көп. Соның барлығын жасап чемпион болуға болады аға деді. Сол сөзіне риза болдым. Жаңағы жетістігіне мәз болмай, кемшілігін көріп кеп, соны жаңағы соған көзін жеткізіп, көкірегіне түйіп барып сол сөзді айтқанына разы болдым. Шындығында да ол кәдімгі жеңіл-желпі ойдың адамы емес еді, әр нәрсеге кәдімгі ойланып сөйлейтін, аузынан Алласы демекші, екі сөзінің бірін Құдай қаласа деп сөйлейтін Құдай деген баламыздың бірі еді енді. Өкінішке орай айырылып қалдық. Бекзаттың рингтегі емес, жаңағы жүріс-тұрысынан да өнеге алуға болатын сондай азамат ол. Сіздің айтысыңыз бар Аманжол Әлтаевпен. Отанмен керек тіл ғой отбасыма, бармаспын жан басыңа от басуға. Жасалаш көтерді ғой бір мәселе, білесің оның жерде жатпасында. Ана тілін айтқанда Аманжол ау, қалаңның қарадың ба қақпасына. Осындай айып сөздер борағанда, Аманжол табушы еді жол әмәнді. Облысыңның атауы Қарағанды, жазуыңа қарасам Караганда. Аманжол ау, осыны түзесеңші, басқан айтпай тіпті еш болмағанда. Жұрттың жанын жеп қоя жаздайсың ғой, біреудің мінсініне қарағанда. Айғаяға Осылай деп қарсыласыңызға уәж айттыңыз. Аманжол Әлтаев ағамыз осында сұхбатқа келіп айтты аға. Бір күні Камалтин Мұхамеджанов телефон шалды дейді. Телефонды алсам, Аманжол Бекарысқа айтып бар, қаланың атауын өзгертіп қойдық деп айтты дейді. Бұл ақын үшін нағыз жетістік осы деп білем аға. Айтқан сөзіңді орындайтын, жоғары жақтан қолында билігі бар адам табылып жатса. Одан кейін сіздің Ринат Зайытовпен Шымкенттегі Наурыз айтысыңызда сіздің еліңізге тиіскенде өзіңіздің өңіріңізді керемет қорғап қалдыңыз аға. Болат Жылқышиев Бекарыс бізді құтқарды деп айтатын айтыстан кейін. Сосын Айбек Қалиевпен айтыста да дәл осындай ситуация болды аға. Жалпы қазір осы кезде ақынның айтқанынан нәтиже шығаратын, сынын жөндейтін басшы бар ма? Өзі баяғыдан айтылған сөз бар ғой, кадр бәрін шешеді деп. Ол рас сөз шындығында да. Кадр болса, ол кадр шындығында да, елге жанашыр азамат болса, ол шешеді. Ол жаңағы айтыстағы сынға, айтыстағы айтылған пікірге негізі нағыз елдің жанашыр адамы оған шамданбайды. Қайта жақсы ғой оған жаңағы бір олқы жерін көрсетіп беріп отырсаң, сосын ол оны бір қалтасынан ақша шығарып жасамайды ғой. Елдің абыройы үшін елдің ақшасына жасайды ол нәрсенің барлығын. Сондықтан
оны жоқ деп айтуға болмайды, елдің ішінде ондай жанашыр азаматтар жоқ емес, кездеседі. Кешегі ғана осы біз Келес ауданында айтыс өткіздік. Жарқынбек бауырымыздың еске алуға арналған өзі. Ол айтысты біздің Түркістан облысының Келес ауданы осымен 3-ші рет өткізіп келе жатыр. Дәстүрлі түрде жыр жүйрігі Жарқынбек деген атпен. Рахмет, аудан әкімі тікелей қолдап жыл сайын дәстүрлі қылып өткізіп келе жатыр. Өзі бізде бір дәстүрлі нәрсені жасау деген өте қиын нәрсе ғой. Өзі бір жерде бір айтыс болса, осыны дәстүрлі түрде өткіземіз деген әкімдердің бір дәстүрлі сөзі бар. Бірақ ол келесі жылға жарамайды. Бірақ біздің қазір бірнеше аудандар осындай айтыстар өткізіп жасап жатыр. Сол айтыста кеше ауданның әкімі келді. Сол жерде біраз ақындардың аузымен біраз сын пікірлер айтылды. Ауылдың ауызсуына қатысты, электр жарығына қатысты. Әкімі алдында халықтың ортасында отырғаннан кейін. Сол ауданның әкімі, Алла разы болсын, ештеңе шамданған да жоқ. Елдің алдына шығып, сондай сөздің айтылып жатқанына қуанатынын, өзімізге де кеп, қайта-қайта кеп, ол үшін сонша мынандай шаруалар жасап жатқанын айтып берді. Ота тұрған не бар? Кемшілік қай жерде болмай жатыр. Ақынның да айналып келгенде мақсаты әкімді мұқатып кету емес. Негізі мынау жоғарыдағылар солай түсінеді. Өкіметті сынап жатыр. Өкіметті сынау деп бір тілін қышығаннан сынамайсың ол жерде. Мақсат біреу ақ, жаңағы нәрсені жөнделсе, соған рахмет айтпай жатқан ақын бар ма? Осы ақындар талай адамға, талай әкімге, талай чиновникке алғысында рахметінде айтып жатыр ғой. Жасаған, атқарған жұмыстар үшін, азаматтық үшін. Шымкентте жыл сайын наурыз айтыс болатын түгін. Бұл енді шынымен дәстүрлі айтыс болды. Иә. Сол айтысқа сіздің дайындығыңыз өте қатты болды, байқасақ. Әр жыл сайын 10 шақты рет өткен шығар, соның бас жүлдесінің бір 7-8-ін өзіңіз алған шығарсыз. Мұхтар Ниязов жыл сайын қомақтығы жүлде тігіп Бекарыстың жұлдызын жандырған ел деп Шымкентпен сәлемдесетін. Кейін 2010 жылы бір айтыста Алматыда тілгеспек жоқ деген үлкен айтыс болды. Сіз ол айтысқа, сол наурыз айтысқа қатысам деп келмей қалдыңыз. Сонда Бекарыс ағамызға сол жерде жүрсін ерман ренішін білдіріп отты жиналыста. Бекарыс өзінің ауылынан ұзап шықпайды сол. Бір бәйгесі бар екен, 400 мың, соны алам деп отыр ау деп өкпелейтіні бар. Шынымен, наурыз айтыстағы дайындығыңыз, қарқыныңыз қатты болды жыл сайын. Сол айтысқа қатысу үшін талай үлкен бәйгелерге де қатыспадыңыз аға. Бұл елге деген махаббат па әлде бір тапсырма болды ма? Бекарыс міндетті түрде қатыссын деген бір әкімдіктен. Жоқ, олындай тапсырма болған жоқ. Мен оның бір қызығын айтайын. Жүрсін ағамыз сол айтыстардың кейін кеп жүргізді, сол айтыстардың аяқ жағын. Біздің оңтүстікте ақын көп қой. Республикалық айтысқа ары кеткенде бір 20 ақын шақырасың. Оның 10-ын біздің облыстан қатыстырып отырсаң, онда қалған ақындар әр облысқа шаққанда біреуден де тимейді ғой. Жастар да қатысқысы келеді. Елде болып жатқан айтысқа үлкендер де қатысқысы келеді. Оның үстіне біздің қасиетті 4 анамыз бар, жаңағы 4 ақын қызымыз. Оларсыз тойдың сәні бола ма? Олар да қатысу керек. Сосын әділетті болсын деп, кейінгі жылдары осыған біз өзіміздің ішінде іріктеу жасадық. Іріктеу жасап, біз жаңағы жас демей, кәрі демей, барлығымыз айтыстық кәдімгі. Мен ана Ордабасы ауданына барып, сол ауданның ақынымен айтысып, сіз іріктеуден өтіп, сонымен Жүрсін ағам маған хабарласып сұраған өре. Ауылыңа баратырмын, наурыз айтысқа қатысасың ғой деп. Іріктеуден өтсем қатысамын деп. Сені қандай іріктеу, кім іріктеп жатыр? Осындай іріктеп жатыр. Деп сөйтіп біз ол айтысқа тапсырмаңне іріктеумен қатыстық аяқ жағындағы 2-3 айтыстарға. Бірақ енді ауылыңда болып жатқан айтысқа ол бір керемет айтыс болады. Наурыз айтысының аурасы өте тамаша. Енді сол жылдары басқа жерде наурыз айтысы жасаса ешкімнің қолын қаққан жоқ. Бірақ осы дәстүрге айналып кетті. Жұрттың бәрі наурызда Шымкентке барамыз деп отырды. Барлық ақындар. Өйткені ол 10 жыл қатарынан болды. Енді осы жерде айта кетейін. Әли Бектаев деген азамат осы көптеген жыл Оңтүстік Қазақстан облысының әкімінің орынбасары болды. Сол осы айтысты қолға алды. Наурыз оңтүстіктен басталу керек. Жақсылықтың бәрі оңтүстіктен басталу керек. Наурыз тойда бізде болу керек. Наурыз айтысы да бізден басталу керек деп осыны 10 жыл бойы өткізді. Арасында ол кісі 5-6 жылдан кейін Түркістанға әкім болып кетті. Облыстағылар қоя салды, жинап қоя салды. Наурызын да, айтысын да бәрін жинап қоя салды. 3-4 жыл Түркістанда жұмыс істеп, қайтып облысқа барды, қайтадан жалғастырды.
осы 10 жылдық айтыста осы Әли Бектаев ағамыздың өзінің еңбегі бар. Жаңағы кадр бәрін шешеді деп отырғаным осы кісінің еңбегі. Ал осы кісі кейін жоғарылап кетіп, тағы жинап қоя салды біздегілер. Сол сияқты біздің дәстүрлі деген нәрсеміздің өзі кәдімгі қарау керек. Ал бірақ ол еліміздегі айтыстарға наурыз айтысының аурасы жақсы болғандықтан оған шынында айтып өзім қатысқым келетін. Тіпті Қытайда жүрген кезде, Қытайда 10 күндік сапарымыз барды ғой. Сол 10 күндік сапарымды тастап, осы наурыз айтысқа ұшып келіп, Мұхтар Ниязбекім сол жерде айтыстық. Сол кезде су алып жатты оңтүстіктің кейбір жерінде. Қытайда жүрсем алып су баспы десем. Мұхтардың айтатыны ғой, аза жерде баспайтын бекарысты тізесінен келтіріп су кештірген деп. Осының бәрін үйлестірген деп. Қадыр Мырзалиев айтады ғой аға, ауырлығы табыттай, жеңілдігі көбіктей деген Жұмекеннің осы сөзіне қатты қызығам дейді. Және Мұқағалидың Жасқайың өлеңінде неге мен осы өлеңді жазбадым екен деп. Жапырақ жүрек жасқайың ба? Иә. Сол сияқты неге мен осы ойды айтпадым екен деп қызығатын шумағыңыз бар ма айтыста? Иә, ол сүйсінетін айтыстарым өте көп. Сол айтқан ой сенің де басыңда жүруі мүмкін. Бірақ сен оны өйтіп қиюластырып, олай бір кестелей алуы мүмкін. Сол жағынан сүйсініп отырасың. Осы неге менің қолымнан келмейді деп сол кезде баяғыда Жадыра мен Қабжелел ағамыздың айтысына көріп, алғаш бір тамсанып, кәдімгідей айтысқа бір ғашық қылғаны мен емес, талай адамды ғашық қылған бір айтыс сол шығар. Бір ақынымыз бірінші айналымнан финалға шықпай қалып, ертеңінде финалда мәз боп қол соғып отырса, екінші ақын айтты дейді ғой. Жұртқа мәз боп қол соққанша өзің неге өсіп айтыспайсың деп. Оны айтып жүрген Бауыржан Қалиұлы ғой. Солай ме? Соңғы бір видеомыз бар аға. Бұл бір көңіліңізде қалып қойған дүние болуы да мүмкін. Бекарыс Шойбеков бір ауыздан жеңімпаз деп танылды. Бір ауыз сөз Темірхан Медетбекке. Қалайық, жаңа өздеріңіз көрдіңіздер Бекарыс пен Оразалының айтысын. Шын мәнінде Бекарыс өзің нағыз бабында екендігін, нағыз жарап тұрған кез екендігін, бүкіл қуаты, күші, тұла бойына сыймай кернеп тұрған екендігін, жер тарпып тұрған нағыз қас тұлпар екендігін көрсетті. Ал сонымен бірге Оразалыны оңай бір қарсылас деуге болмайды. Оразалыны ашқан, алып келген, осы айтысқа қосқан бірінші мынау Жүрсін Ермановты құттықтағым келеді. Ал бірінші жүлде алған жаңағы біздің көптен оза шапқан жүйрігіміз Бекарыс мырза, қайдасың айналайын? Бекарысжан, өнерің үстем болсын. Мынау жүйрік мәшіне шын жүйрікті таптау деймін. Мәшінеде дарман жоқ, сенде дарман жоқ жаным. Ұзағынан болсын барлығы. Баршаңызға, ықылас пейілдеріңізге рахмет. Айтыстың жыр думан тойларында жолығысып жүрейік. Амандық, саулық, бақыт, дәулет, байлық тілейміз. Алтай тұрған мәшинеге қол жеткіздіңіз аға. Ерекше қуаныш. Бірақ сахнадан осылай жабырқап жылап кетуіңіздің себебі неде аға? Кейін естіп, жаңа Жүрсін ағам да бір сұхбат бердім ай. Өзім таң қалдым. Жабырқап жылап кеткен көңілі жоқ ол жерде ешқандай. Кішкене ана жерде білем, өзім ыңғайсыз сезіндім. Ыңғайсыз болғанда кәдімгі өкпем қысып деген сияқты. Басында мен бұл жерге келгенде домбырам бар, домбырамды жоғалтып алдым осы айтыста. Жаңа кішкене демалайыншы деп былай таза ауа жатайыншы деген сияқты. Сөйтіп сыртқа шығып кеткен кезім ғана бұл. Бұл жерде басқа ештеңе жоқ. Құдайға шүкір, әйтеуір ол кезде телефон жоқ. Телефон болғанда қазір жаңағы былай депті деген неге дейін кетер ме? Кейінде естідім, не бір алып қашпай әңгімені, анау бүйтіп айтыпты, сосын былай кетіп қапты. Онда ештеңе де жоқ. Ана жерде кішкене қысылдым былайша айтқан кезде. Қуанып кетіп көзіне жас алды деп па, Жүрсін ағамыздың бір сұхбаты бар. Құдай сақтасын, бірінші өлігім емес.
бірінші мәшинемде емес, бәйгемде емес. Бәйгеге жылайтын жаста емеспін ол кезде. Кейін көрдім ғой, бірақ ол гүлдің түсіп қалғаны да ол кезде бір қатты ойымда ештеңе жоқ. Алай болса сыртқа шығып кішкене таза орысша іштеп, сыртқа қарай беттеп кеткен кезім. Сіз аға қасыңызға қарсылас болып отырған ақынды аямайсыз. Бірақ қазылыққа отырсаңыз, өте мейірімді қазы боласыз. Байқап жүрмін. 9-дың өзін сирек қоясыз, бәріне 10 бересіз. Бұл ақындарға бір сырттан қарап жанашырлық па? Осы қазылыққа қатысты мәселе де көп, әңгіме де көп. Онымды білем мен. Барынша жоғары бол қоятын. Жұмсақсыз өте. Ол жұмсақтықтан емес. Қазір бұрынғы айтыстарды қарасаң, біреуге 10 қойып отырып, біреуге 7 қойып отырады. Біреуге 5 қойып отырып, баяғыда білесің қандай үлкен айтыстарда қандай бір қиянаттар жасалатын еді. Соның барлығы бір объективті баға деп қарамаймын соларға. Жек көрген адамына біреу 5 балл қоя салады. Жақсы көрген адамына 10 балл қоя салады. Ал қазіргі айтыстарда барлығына тең қоятын себебім, қазіргі ақындардың барлығы деңгейлес. Өйткені қазіргі айтысқа бұрынғыдай кешегі біздің Наурыз айтысы сияқты іріктеп әкелмейді. Әбден іріктелген ақынды шақырады. Мұхтар дейді, Жансая дейді, Мақсат дейді, Дидар дейді, Еркеғұлан дейді, мықты ақындар. Олар бір-бірінен жер мен көктей деңгейде емес. Бірақ енді дәл айтыстың үстінде біреу оңбай жеңіліп жатса, әрине оған оның төмендігін 1 балмен де көрсетуге болады. Оған бір 8 қойып, 7 қойып, ақынның сағын сындыруға болмайды. Оның талай сағы сынған ақынды, айтысқа жоламай кеткен ақын. Дардай жасқа барған кезде де осы айтыстан безіп кеткен ақындар мен өзім көзіммен көрдім. Негізі мен ақын айтысқа бал бергенде өзім қаламаймын, құптамаймын. Оны барлық жерде айтып жүрмін. Бұл енді біздің жаңағы кезінде енді алғашқы осы айтысты ұйымдастырған кезде ана КВН-нің вариантымен ала салған нәрсе ғой. Мен оны Жүрсін ағамызға да айттым. Жақсы, сол кезде КВН-нің вариантын КВН-де бал қойған сияқты айтысқа да бал қойып есептеді. Бірақ КВН-нің артықшылығы, Москваның КВН-ін айтып отырмын. Ода профессионал жюри бар. Бүгінде осы 5-еуі, ертеңде осы 5-еуі, келесі жылда 5-еуі, 5 жылдан кейін де осы 5-еуі. Ол 5-еуі отқан жерде ол КВН деңгейі түспейді, себебі аналар андай фальшты, жасандылықты, қайталауды олар жібермейді. Ал біз не? Алматыда басқа жюри, Батысқа барсаң басқа жюри, Шымкентке барсаң басқа жюри. Айтыс көрмейтін адамдар. Айтыс көрмейтін адамдар соған демеуші болған үшін біреу отырады, сол ауданның әкімінің замы болған үшін біреу отырады, мәдениет басқармасының бастығы болған үшін біреу отырады. Ал осындай кезде солардың қолына таяқ беріп қойсаң, олар не істемейді ақынға? Істейтін бәрін істеді. Баяғыда осы бір айтыста Айнұр екеуміз айтысқан кезде, жұрттың бәрі бізге 5 қойып атқан кезде, біреу 3 балл берді. Ең жоғары ол 5. Сөйтіп сұрасы, 3 балл не үшін бердің дегенде, ана не үшін бергенін айтамады ана адам. Сөйтсе не, ол сол бір батырға арналған айтыс еді. Сол батырға арналған сөзді бір әскери адамда болсын деп, бір военный адамды кіргізіп қойып қойыпты сол жерге. Соның істеп отырғаны. Алық мұндай болса, айтысқа да кәсіби қазы керек. Енді кейінгі жылдары оны қолға алды ғой, Жүрсін ағамыз қай жерге апарса да сол негізінен қазылардың құрамы жасақталған. Соларды апарып жүр. Олар кәдімгі ақындардың деңгейін білет барлығы. Сондай ақынның деңгейін білетін жерде оған керек болса бал қойып та керек жоқ. Айтыстан кейін отырып, сараптап, көп жерде байқайсың ба, көп айтыстарда. Осы бір ақын түгел 10 алып отырады да, бір ішінде 9 алған ақын, ана 10 алған ақынның алдына шығып, келесі айналымға өтеді. Неге? Жұртта айтады, қиянат жасады. Анау ақын солай кетіп, маған қиянат жасады. Жаңағы түгел 10 алсам да 1 балл менен төмен алған адамды өткізіп жіберді. Неге? Себебі ана жерде отырған бір адам айтысты түсінбейтін, немесе жете түсінбейтін біреу 9 қоя салды. Ішке кіріп, әй сен неге бұлай жасадың деген кезде, сараптаған кезде ол айтады, қайдан білейін сондай шығар деп ойладым ғой. Деп бір болмайтын бір сөз ұнамай қалды. Мақам ұнамай қалды деген сияқты бірдеңе айта салады. Ал ол өте салмақты, уәжбен ұтып отқан адам. Сондықтан сосын соны ақылдасып келесің де, жаңағы 1-9 бар адамды шығарасың келесі айналымға. Ал бірақ ана адамның кеуілінде кетеді ол. Мен жеңіліп тұрса да, мынау міне қашықты деген нәрсе. Сондайды жібермес үшін негізі ақылдастар алқасы деген сөз бар ғой, қазылар алқасы ақылдасып, сараптап отырып шешу керек. Сосын керек болса халыққа соны шешімін айтсын, оны жұрт түсініп қабылдайды. Соңғы кездегі алтын домбырадан айтыстардың барлығы дерлік осылай өтіп жатыр, ақылдасып шешіп жатыр ғой. Аға, баяғы 2004 жылы бастау алған жекпе-жек айтыстар 2003-2004 жылы. Көп ақынның жұлдызын жақты.
бағалау жүйесі де өзгерген айтыс болды. Халықтың дауысы, залға келген көрермендердің дауысы, телефонмен дауыс беретін, және де 2 сағатқа дейін созылған айтыстар болды тікелей эфирде. Сол жекпе-жек айтыстарға неге қатыспадыңыз? Шаруаның тіршіліктің ыңғайымен қатыса алмай қалдым соған. Себебі осы сөз есімде. Жаңағы телефон арқылы дауыс береді деп, мен айтысқа қатыспай жатып, жаңағы Түркістандағы біраз жанашыр ағаларым кәдімгідей жиналыңдар, дауыс береміз, телефонмен дауыс береміз. Бұл жерде жюри емес, анау телефонмен дауыс берген ақын ұтады екен, көріп отырмыз деп, сөйтіп солардың бір жаңағы гүлдеп жүргенін білем, есімде. Бірақ әйтеуір сол айтысқа мен қатыса алмай қалдым. Енді оның басынан қатыспасаң, кейін орта жолдан оған қоса да қосыла алмайсың. Бірақ ол айтыстың біразын көрдік, жақсы, керемет, тамаша айтыстар болды. Ақындардың кәдімгі таза мүмкіндігін көрсеткен. Алғашқы айтыстағы шумақтарыңызды анаңыз жазып берді. Қазір сіздің жолыңызды жалғап, көкпарға да шауып жүрген, айтысқа да қатысып жүрген Шахмардан деген балаңыз. Анаңыз секілді балаңызға дәл солай қамқорлық жасап, сөзін жазып бересіз бе? Иә, анамның істегенін істеп жүрмін ғой мен де. Жаңағы сосын жазып беремін, одан кейін ол өзі өзгертіп жатыр. Иә, ол өзгертіп жатыр. Сосын ол өзі жазып, мынандай деп жаздым, бұл қалай болды, маған көрсетеді, мен оны қолымнан келсе түзеп берем. Сосын бірақ айтам, мен бәрібір сенің жасыңдағы сөзді мен айта алмаймын. Сен өзіңнің жағдайыңа қара деген нәрсе. Бірақ енді ол жас қой, енді тәй басып, енді қадам басып келе жатыр, енді ол ар жағын Алла біледі ғой. Жанқожа Батырдың айтысы болды Қазалыда 2014 жылы. Сонда есіңізде болар аға, залға халық сыймай қалды да, көп адам айтысқа кіре алмай қалды. Сол мектептің ішінде болып жатқан айтыс. Сонда сіздің айтатыныңыз бар, дәл бүгін залға сыймай қалдық қой деп арыз айтып қаншама адам келді. Сыймасаңдар қасыма отырсаңдаршы, арыз айта бергенше маған денді. Орталықтан келгендер отырып ап, совхоздың, ауылдың күні тағы қараң болды. Өзімде бір совхоздан шығып едім, совхоздан келгендерге обал болды. Осы айтыстан кейін бір ерекше бас шайқадым, өйткені халықтың махаббатына ие болу деген бұл халықтың өз ішінен сөйлеу, халықтың бел баласы болып сөйлеу. Яғни бұл елдің ерекше махаббатын оятқан сөз мұнда. Өзім де бір совхоздан шығып едім дегенде кез келген көрерменнің бір жүрегі елжіреп кететін дүние секілді. Одан кейін бір алтын домбыра айтысыңыз да бар. Біреудің жәкесі бар, көкесі бар, ал біздің елден асқан кіміміз бар дейсіз. Тіпті қарсыласыңызды халыққа қарсы қойып та жібересіз. Бұл әдейі тактика ма бұл құрылған? Жаңылмасам бір 2-ші бапқа, 3-ші бапқа шықтым. Сосын енді өзің білесің, кезегің келгенше сахнаның сыртында толғатып жүресің ғой. Сол коридорда жүрген кезде айқай-ұйқай шу болды. Жаңағы бір адамдар айқайлап жатыр, немене? Ауылдан келді деп кіргізбейсіңдер ма? Совхоздан келді деп кіргізбейсіңдер ма бізді? Неғып кіргізбейсіңдер? Ол шынында да орын жоқ іште. Адам лық тола, енді сыр елінің айтысқа деген махаббаты сұмдық қой өз бұрыннан. Сыймай қалды. Сөйтіп айтып жатқан сөзін құлағым шалып қалды да. Ол шынында бір айтыс не жақта болып жатты, мына жақта аура болып жатты. Кәдімгідей ел сыймасы. Соны аяғында әйтеуір кіргізіп жаңағы ортадағы лестницаға отырғызып деген сияқты. Сөйтіп барып қана зорға тыныш салдырды же. Мысалы аузын мұрнынан шығып деген сияқты. Сол кезде айтылған сөз ғой, әрі елдің сөзін айтайын. Әрі ол сөзден пайда көрмесем зиян көреді. Барлық буынмен айтыстыңыз айтыстағы. Кешегі Махамбетқали, Әсия апаларымыз бар, Қонысбай ағаларымыз бар, бәрімен қатар жүрдіңіз айтыста. Одан кейін бізден кейін шыққан ақындармен де айтысып жүрсіз, жеңімпаз болып жүрсіз. Әттең айтыса алмадым деген ақындарыңыз бар ма? Осымен айтыса алмай арманда кеттім деген адам жоқ былайша айтқан кезде. Бірақ Жадыра Құтжановамен айтысқым келген мен, қатты айтысқым келген. Айтысқым келгенде оны дегенде ол кісімен айтысуға бір нем болған жоқ. Айтып отырмын ғой, сүйсініп сол кісілердің айтыстарын көріп, шында сүйсініп өстік. Себебі айтыста сахнада бір жанып, жарқырап отыратын кісі ғой, кісі Жадыра десе бір жадырап отыратын. Сол Жадыра апаймен бір айтысқым келді, бірақ кейін біз айтыстың сахнасына шыққан кезде дегенде ол кісі болды, ол кісімен жолымыз түйіскен жоқ. Енді ол кезде жаңағы жасына қарап, қатарына қарап салатын еді ғой, біз жас болдық та, ол кісілермен айтыс алған жоқпыз. Біз айтыстың сахнасына шығып, тұрақты қатысушысына айналған кезде ол кісі айтыстан кетіп қалды да, айтыс алмай қалдық. Арынды ақындардың арынын сезгің келеді, шабысын сезгің келеді, ана жерде. Өзіңді байқап көргің келеді, сынап көргің келеді. Қарсылас сабаған айтыстарыңыз көп сахнада. Ал өзіңіз сабақ алған айтыстарыңыз бар ма? Бегарыс болғалы бір сөз таппай қысылған кезде, я болмаса осы айтыстан кейін бір үлкен
нәтиже шығару керек екен деген секілді. Дұрыс айтасыз, дегенде келген кезде адам біреуге айтысқа еліктеп келеді, жаңағыдай кішігірім бір бағытын айқындап келеді ғой. Кейін ол оның стиліне айналып кетеді. Біз айтысты тек жауаптасу деп қана ұқтық. Айтысқа айдар тақы қойып, тақырып қойып, ат қойып айдар таққан айтыстарға дәл соның тақырыптарына көп мән берген жоқпыз. Кейін біраз айтыстарда сол айтыстың тақырыбына мән берген ақындар, былайша айтқан кезде тақырып жырлаған ақындар алға шықты. Біз тіпті тақырып дегенде осы бір ауыз айтып өтейін деген сөзбен ғана амандасуда ғана айттық та, о жайлы аузымызды ашқан жоқпыз. Елге керек ол емес қой, елге керек айтыс қой деп. Кейін жаңағыдай ол нәрсе белең алып кетті. Сондай қазылар болды, Сондай қазылар болды. Мынау тақырыпты терең айтты деп кәдімгі талдаған кезде біразға дейін біз бой бермей келдік. Ол өзіне келеді, ол уақытша жоқ, ол ары қарай кетіп бара жатты. Баяндамаға қарай кетіп барады. Сосын кейін біз де бейімдедік солай қарай. Онда тақырыпты жырлау керек екен ғой кішкене деген нәрсе. Ол сен тақырыпты білмегендігін емес, оны қажет емес деп ойладық біз. Осы негізінен осы оңтүстіктің ақындары осындай кәдімгі бағыт бағдар тұрғысынан айтыстың өзі бізді өмір бойы сабақ беріп тәрбиелеп келе жатыр ғой. Ал енді шынымен сахнада сөз таппай қысылып қалған кезіңіз? Дәл қазір есіме түсіп тұрған жоқ, бірақ жаңағы бір сөз таппай қалғанда бір жадағай жауап бере салған кездеріңде болады ғой, бір сөз таппай қалу сол шығар қазіргі заманда. Тамашаға, әдемі сұхбат болды деп ойлаймыз, ағыңыздан ақтарылды деп ойлаймыз. Бір айтысты айтып едіңіз. Мың жерден жанымызға салсын қайғы, оңтүстік ешкімді де жаусынбайды. Түркістанда тайқазан тұрған кезде қазақтың несібесі таусылмайды деп. Сол қазақтың мұңын мұңдап, жоғын жоқтап, аман есен жүре беріңіз аға. Айтыстың арыстаны деп елдің бәрі ардақтаса, бұл сізге деген құрмет, қазақ айтысына деген құрмет деп білеміз. Есіңізді ел арнадан осылай елге дәріптеп, айтыстарыңызды көрсетіп жатырмыз. Әлі де алдағы хабарларға қонақ болып келесіз деп күтеміз. Өйткені сіздің айтыстарыңыз біздің архивте өте көп. Аман жүріңіз. Жақсы күндерде жолығайық аға. Біздің бағдарламаның дәстүрі аға. Ақыннан бір шумақ өлең, қолтаңба. Қаныбек ұстаздан қалған қасиетпен қолыңызға қаламыңызды алыңыз. Енді менің де қолтаңба қалдырам ғой, бірақ түсінбесеңдер өзімнен сұрабаңдар. Оқып берем. Қаныбек ағамыз кезінде Алматыдағы газеттерге өлең жіберем дейді. Бұлай өзіме өлеңім тәп-тәуір-ақ, бір кісідей поэзияны білем, жіберем. Осы Қадыр ағаларыма, Тұманбай ағаларыма жіберем өлеңдерімді дейді. Ешқайсысынан жауап келмейді дейді. Сосын айтамын дейді, мына өлең не жарамайды деп айтпай ма? Бұдан бұлай бізге өлең жіберме деп айтпай ма? Әйтпесе бір реті келмей жатыр деп айтпай ма? Неғып жауап бермейді деп. Алматыға бір барғанда бардым дейді ғой. Осындай өлең жібермем деп редакцияға. Жауап бермейсіңдер. Өлеңім жарамаса айтсаңдар, жүрегім жарылып кетсе деп. Өлеңің жарай ма, жарамай ма? Мен оқышы өлең дейді. Сонда ана почеркіме түсінбей оқи алмай отыр екен дейді. Айтпақшы біз енді сол кісінің шәкіртіміз ғой. Общий төртеу өзі болды ғой. Осы телеарнаның ұжымына, қазақтың өнеріне, қазақтың айтысына жасап жатқан қызметтеріңіз үшін рахмет айтамын. Бұл үлкен алтын қор бар мұнда. Оның барлығы ертең халықтың қажетіне жарайды. Енді оны алтынды да бір жерде сандықта сақтап отыра берсең пайдасы жоқ қой. Осындай хабарлар арқылы елді хабардар қылып, осы хабардан талай адамның айтысқа деген махаббаты оянуы мүмкін. Талайдың жадындағы естелігі жаңғыруы мүмкін. Оның барлығы жақсылық қой. Айтыста қандай дуалы сөздер айтылып жатыр, уәжді сөздер айтылып жатыр. Осының барлығы елге қызмет, осы қызмет жасап жатқан ұжымға алғысымды айтам. Енді жаңа Қаныбек атамыз айтпақшы, ертең екі жұмыс болып, артынан қайтып шақырып жүрмес үшін бірден оқып кетейін. Айтысымыз ұзаққа шабар болсын, мына хабар мазмұнды хабар болсын, ел арнаның қорында ғана емес, елдің де көңілінде қалар болсын деген тілегімді айтам. Ғұмырлы болсын хабар. Мінекей. Келесі аптада кездескенше аман сау болайық ағайын. Төл өнер төрден түспесін.